Тоқаш, шайды құйып іше беріңдер, Әкел жарайды. О, жұмыртқа. Сен чай сүтпен ішуші ме едің? Иә, сүтпен ішем. Әке, анам қайда кетті? Анаң ана Айда жемден тігін цехын ашты ғой. Соған директор болды. Күшті ғой? Ол күшті ма, күшті емес пе, уақыт көрсетеді. Өз уақыт екеміз, жұмыртқа жеп отырса ғой, несі күшті? Ал енді таңертең кешке дейін үйде болмай, құлағымыз тыныш болса, о жағынан күшті. Рахат ойнап тұрған да. Айтпа. Нанмен ұрып тойып ал. Қазір ашқын салтанат болады. Біз де барамыз. Дұрыстап қиынып ал жарай ма? Сыртында әп-әдемі қылып жасап қойыпты ғой, ә? Иә. Кәдімгі тігін фабрикасы сияқты болып тұр, ә? Облыстық телевидениені шақыртуымыз керек еді. Тұрсаңыз. Иә, телевидение келе қояды саған. Неге келмейді? Осы көрінген нәрсені көрсетіп жатыр ғой. Оған қарағанда отандық өнімді дамытып жатқан жоқ па? Қорқпаңдар, міне ұл тутап түсіріп жатыр ғой. Ал, ханымдар мен мырзалар, ladies and gentlemen, балым ар жағына өт. Қызыл лентаны кесейік, қане, ұста. Апа, сіз қиыңыз. Рахмет айналайын. Мынау көптің тілеуі көл деген. Елдің игілігі үшін жұмыс істесін. Иә. Еңбектерің жанып, жақсылыққа кенеле беріңдер айналайын. Ал енді. Бұндайда не дейміз енді? Ана киетіндеріміз саусылмасын дейміз. Мә, Аида, ұлту керемет. Жарайсыңдар. Құттықтаймын сендерді. Бісміллә. Қанеки. Сендер аяқтарға бақил кейіңдер. Ішті бүлдіресіңдер, топырақ қыласыңдар. Мұналардың дайындығы мұқты ғой. Мынандай біле білсем де біздің ауылдық ауруханада жоқ. Айтпа. Сұмдық қой бұл деген, ә? Ой, Бажеке, 38-ін киіп алдыңыз-ау деймін. Аяғыңды қысып тұрған жоқ па? Әй, сенің айтпайтын жоқ осы, ә? Адамды өлтіресің ғой, күректей қолымен адамды ұрған несі? Не болар екен деймін. Не болады дейсің? Банкрот болады да. Бұлар білмейді, неге ұрынғандар. Қыздар, кіріңдер. Кондиционер қойғасындар ғой дейм, е? Әрине. Онсыз болмайды ғой. О, керемет. Тігіншілердің бірден үйреніп, жылдамдық алып кетуі оңай емес қой.
Енді жаңа киімдер, жаңа эскиздер. Осылай ақырын-ақырын үйретеміз. Иә, бәрі тігіншінің оқуын оқығанмен, қанша жыл бойы онымен айналыспаған ғой. Қолдары шығып қалған. Үйреніп кетеді. Енді алғашында осындай қарапайым киім үлгілерімен бастасақ. Кейін мынадай күрделі дизайндарға өтеміз. Қалай? Енді мен фасон дизайн жағынан көмектесе алмайым. Бірден айттым ғой саған. Менікі сол баяғы көйлек тігетін тауарларды әкелу, одан қалды сататын нүктелерге жеткізу. Иә, көтерме алушылармен келісу. Қысқасы, қара жұмысты маған қалдыр. Жұмыстың қиыны да сол менеджердің жұмысы ғой, ұлту әпке. Бірақ сіздің қолыңыздан келетінін білем. Саспа, ондайларды қатырамыз. Алғашқы тауарлар дайын болсын, содан кейін ауылдың келіншектеріне күштесем де алдыртам ғой. Сізден шығады ондай, ұлту әпке. Әлгі интернет дүкеніміз танымал болып кетсе, почта арқылы да жіберіп отырамыз ғой. Армандар жаңағы нені сайтты тезірек дайын болса, жұлдыздардың инстаграмына салып жіберем. Комментарийлердің ортасына сардылдап жібермеймін бе? Көп салып жіберсеңіз, жұлдыздар ренжіп жүрмей ме? Несіне ренжиді? Не, инстаграмды солар мекен ойлап тапқан? Барсы шәрі. Ұлту әпке, жақсы. Әке, болдың олдылап келер сұрап жатыр. Қазір балам, мекен жайын жазып тастайын, сонымен болайын деп қалды. Миялы ауылы Мүсірәлі Ақын көшесі 18. Village of Миялы Мүсірәлі Ақын Street 80. Дұрыс? Міне болды. Енді басынан көріп шығамыз ба? Көріп сайын. Әлі, отырғасың. Анамды қараңыз. Ұлдана ұл болсын әпкелер. Сізге қайсы көйлек ұнайды? Мынау. Маған мынау. Қалай? Супер, әке, супер. Мынаның метрі қаншадан? 1000 Мынаның кіші. Бұл 1600 теңгеден. Аласыз ба? Қанша өлшейін? Қараймын. Мынау Түркиянікі ма? Иә, Түркиянікі. Сол жақтан тікелей алдырамыз. Оригинал. Мұндайды басқа жерден таппайсыз. Бағасын қымбат болып тұрғанда сондықтан. Маған осы матаның итальянский керек еді. Енді итальянікі дегенмен басқаша болады ғой. Біз мынандайлардан тікпейміз. Сау болыңыздар. Әпшең бізді менсінбей кетті ғой? Соны айтам. Арманиге ине сабақтап беріп жүрген адам болса, өзінше біреу екен.
18 мың қымбаттау екен, түспейсіздер ме? Осындайлар құртады. Басында тіркеліп алады да, инстаграмыңды барахолка қылып жібереді. Ақшалары жоқ болса, махровый халат киіп жүре бермей ма? Қайырлы кеш. Бұл оригинал көйлек. 100% мақта. 18 мың теңгеден түсіре алмаймыз. Құрметпен, компания менеджер Ұлтырым. Басыма қонбадау келіп демесен, шүкірет жүрсем, қасыңда, қуаныш болып менесен. Арман! Ау! Арман, шет елден тапсырыс беріп жатыр біздің көйлекке. Алғашқы көйлегіміз кетті шекарасып. Арман, мені құттықтасам болады. Иә, қай жақтан келді тапсырыс? Өзбекстаннан. Енді, иә, шекарадан өткесін шетел болып есептеледі ғой. Құтты болсын жаным ау. Рахмет. Мен де қуаныштымын. Енді бара тұрасың да мен суға түсіп алайын. Жақсы. Иә. Индира, маған бір кофе алып келші. Келін киім коллекциясы. Келін коллекциясы смағы осы ғой. Осы атын ғой бәрі ұйымдастырып жүрген. Не мынау? Кофе американо. Американо бар болсын, не жарты қасық әкемесімен толтырып мынаны. Енді американоны осылай жасайды ғой. Бар алып кел бар. Жақсылап тұрып, қып-қызыл шайыңды дайындап. Жарайды. Біздің бастықта күн боларын білмей жүр әйтеуір. Индира, өшіран телефонды, бәрін естіп отыр мына жерде. Ой. Әкел, дайында да қып-қызыл шайыңды. Жапырақтап, чөрек шайды сала салмай. Ой, аға, білеміз. Не болды соншама қоймадыңыз ғой өзі? Міне, осы туыс дегенді жұмыс қалсаң осы ғой қазақтарда. Атақты дизайнер бастық болып жүргендік айтайын ау. Шынымды айтсам,
бір түс көріп жатқандаймын. Қазір біреу келіп оятып жіберетін сияқты. Кім ойлаған? Мені сән саласында қызмет істеп кетеді деп. Мұқаш, осы сен орныңды білсеңші. Сен қолынан келмейді деп күліп еді. Иә. Ең қиыны сол бастап кету ғой. Сондай қиын сәтте менің жанымда сіз сияқты жігері мықты адам болмағанда мен түкке де үлгермейтін едім. Рахмет сізге, Ұлту әпке. Ой, қош. Керісінше, мен саған алғысымды қалай білдірем деп қиналып жүрсем. Сен болмасаң, мені сән әлемінің терезесінде сығалатпаушы еді ғой. Есіңде ме? Ұлбосының қызы ұзатылғанда екеуміз барахолкке киім алуға барып едік қой. Сол кезде анау бренд киімдерді көріп таң қалғаның. Иә. Анау тәшки терушіден Джованнидің киімдері қай жерде сатылады деп сұрағанда, анау самса сататын киоскінің ар жағындағы контейнерде деп әбден күліп едік. Иә. Сол Dolce мен Gabbana сияқты боламыз деп қалжыңдап жүріп. Қалжыңымыз аз да болса шындыққа айналып келе жатқан сияқты. Иә. Рахмет саған, Айда. Басында сені түсінбей ренжіткенім үшін. Кешір, жан. Әпке, мен де сізді түсіне алмаған кездерім болса, кешіріңізші. Әпкетай. Мынаны бітіріп тастайық. Жүрсін балам, тамағың дайын болып қалды ма? Иә. Ұлтужан мақтап жүреді екенсіз. Аста дайын болды мінеки. Апа, тамақты өзім пісірдім. Ой, жаным сол. Тәп-тәуір дайындайды екен ғой. Қашан үйреніп жүр бұны? Қанеки? Қараңыздар. Чайдап білейін? Кесіңші. Шаршап тұрмын. Кішкене тыңдағым алмасам? Жұмыстан қатты шаршап жүрміз еш? Күннен күнге жұмысымыз ауырлап барады. Айда екеуміз ақылдастық. Жұмысқа жаңа қызметкерлер алмасақ, болмай жатыр. Ана бір әншілердің бір әні хит болып жарқ ете қалады ғой. Сендерді сол сияқты жарқ ете қалды, а? Біздің енді киімдер шығыс стильде қазақ нақышпен тігілген көйлектер ғой. Әрі жоғары сапасы, әрі арзан. Қазіргі қыз-келіншектердің сұранысына ие. Онда тіпті жақсы. Берекесін берсін. Ұлбосы мен Ұлдана тәтелер сізге жұмысқа кірді дейді. Иә, ол екі апайың қазір мықты. Бұрынғы жұмыстары менсінбейді. Қосымша істеп жүр. Дұрыс қой енді, ол ақша деген артық болмайды ғой. Бағана мен бір газеттерім бар еді, балам. Қайда қойдым екен? Оны өзіңіз ұстап жүредіңіз ғой? Үйде шығар. Үйде осы алып көш, мен оқитын мақалаларым бар еді ішінде. Жарайды. Тағы да сонда жұмыскерлер аламыз дейсіңдер ме, неғысы? Жақсы. Енді негізі енді Айда мен сен екеуін ғой өрдің бәрін шешетін. Солай емес пе? Дұрыс. Байқадым, бүгінде жаңағы аудан орталығынан біраз мата алдыңдар, баны сырттан көріп қалдым ғой. Үлгірмей әуел поштадан да тапсырыс дүрілдетіп жатсыңдар ғой сендер. Жақсы. Кеше де 2 рет барды дейді қалаға. Енді бірақ бір жанашыр сенімді адам керек сендерге. Анау бар, мынау бар деген сай оңы солы. Сенімді адам болған дұрыс қой. Болмаса бармыз ғой бәрімізде. Жанармайын анау мынауына келісіп жатсақ, неге істемес екен? Жоқ, мен ол
жалпы айтып жатырмын. Әйтпесе көлігім тұр, менің клиенттерім бар. Ол жұмыс жүріп жатыр ғой, шүкір. Жалпы айтып жатқан ғой, егер жаным ашып айтып отырмын. Сендерге жаны ашыр, сенімді адам керек. Өздерің осында жұмыстарыңызды істей бересіңдер. Міне жазып бердім. Ауданды жақсы білетін, қай жерде не бар, бәрін алып келеді ғой. Жазып бәрін қолына бар. Тамасыңшы. Бір кішкене мәнсап қалыңдар жауап бермейді. Я, айтпесе жоқ деп айтпайсың ба, не? Солай деп қойсыңдар шын. Айтпесе не ол, көлік бар. Мұқаш деген атым бар. Ой, апа, Алан екеуміз анам интернет дүкенінің жұмысын жолға қойып едік. Бизнес жүріп кетті ғой. Ол үшін бізге дивиденд төленетін шығар, ә? Иә, төленеді. Ай, жұмыстарыңнан қалмаңдар. Кешігіп бара жатсаңдар, барыңдар шайды өзім-ақ құйып ішемін ғой. Жоқ, апа, жұмысымен, бірақ үйдегі шаруаларыма кедергі келтірмеу керек қой. Шіркін, ақылды келіннің сөзі ғой мынау. Ай, айналайындар, ай. Үйдің жұмысы, түздің жұмысы деп бөлетін ештеңесі жоқ. Егер жұмыс жаныңа жағып жатса, жақындарыңа шапағатың тиіп жатса, оны неге істемеске, а? Мынау жас кезіңде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер дейді. Келіннің орны самауырының түбі деп отыра берудің қажеті жоқ. Барыңдар жұмыстарыңа. Апа, сөйле жүзім. Ай, мұнаған не болды? Ертің кетті ғой, а? Ассалаумағалейкум. Табылды. Не табылды? Анау, Дейзи. Дейзи? Жоғалған иттеріңше? Оны кім айтты сізге? Жаңа ғана хабарласты маған. Кім хабарласты? Дейзи ма? Жоқ, анау. Иесіз жануарларды қабылдайтын мекемеден. Өткенде телефон нөмірімен иттің суретін тастап кетіп едім ғой. Сол жерден хабарласты. Басқа мен шатастырмай Дейзи болып шықса екен. Иә. Ол үшін барып білу керек. Қане қайсың, менімен барасыңдар? Мен барам. Мен де барам. Иә, барасың ба? Иә. Қазір 1 минут олды жүзі. Келіп алайық. Тез. Ай, құжаттарын алып алыңдар, айтпесе бермейді екен. Аха. Ай, дүние десейші. Қазіргі заманның жастары осындай ғой. Иә. Рахмет. Дейзи, қайттейм мен саған. Недегі бір орында тұрмайтын пәлесің? Қазір ана ауылдың алабайлары көрсе сені орынды сипап қаламыз. Қайт дедім бол тез. Ой, бар болғыр. Апа, Сәлеметсің бе? мен сізді кіммен сөйлесіп тұр десем, итпен сөйлесіп тұр екенсіз ғой. Иә, ол жоғалмасын, жоғалса үйдегілердің мазасы кетеді. Итіңіздің аты кім, апа? Қалай жаңа айтып едім ғой, Дейзи ма? Дейзи? Иә, Сүт жей ма Дейзи? Жоқ, сүт ішпейді, етті де жемейді айналайын. Олардың магазиндегі пакетінде салынған тамақтар бар ғой, соны 3 уақ жейді. Дейзи, бер кел, сүт берем, келе ғой, Дейзи. Істейді дедім ғой, айналып кетейін. Ой,
дайын тамақ беріп қатырасыз ғой, апа? Мақұл онда. 1 литр сүт қалып қап еді, соны үйта салайын айранға. Жарайды, сау бол, айналайын. Дизи деп артынан жүгіріп өлетін болдым ау әлгі. Менің қасқа сиырымнан да артық болып тұр ғой бұның қызы.